Ассалаумағалейкум, хабар 24 арнасының эфирінде күн тәртібі бағдарламасы, студияда Дархан Абдуахит. Біз жаңа әлеуметтік кодексті талқылаймыз. Кодекстің жобасы бүгін үкімет отырысында мақұлданды. Әуелі бағдарламаға қатысатын спикерлер таныстырып өтсем. Мәжіліс депутаттары Айдос Сарым мен Жұлдыз Сүлейменова және экономист Ләззат Жанмолдаева. Құрметті көрермен, күн тәртібі бағдарламасының WhatsApp желісі жұмыс істеп тұр. Қояр сұрақ болса 8700-239-4900 нөміріне жазыңыздар. Айдос мырза, біздің көрермендерге түсінікті болсын, әлеуметтік кодекс дегеніміз не жалпы? Бұл бұған дейін Қазақстанда болған құжат па? Және бұл не үшін қажет құжат? Осының мән мағынасын өзіңіз рет-ретімен қарапайым тілмен түсіндіріп беріңізші, содан кейін әңгімені талқылаймыз. Жалпы енді бұл әңгіменің басты өзегі бұл президенттің тапсырмасы. Қазіргі күні әлеуметтік мәселелер Қазақстанда күші бар 17-18 заңның аясында қамтамасыз етіледі. Яғни зейнет мәселесі бір бөлек, жаңағы инвалидтерге көмек деген ол екінші бөлек, сол сая кете береді. Президент өткен жылы мынадай үлкен тапсырма берген болатын. Бізге азамат пен мемлекеттің арасын жалғайтын, мемлекеттің әрбір азамат алдындағы әлеуметтік борыштары мен қарыздарының бәрін айқындайтын, халыққа тікелей қызмет ететін, түсінікті, ұғынықты бір ғана құжат керек деді. Ол әлеуметтік кодекс болу керек деді. Яғни әрбір азаматтың бесіктен бейітке дейінгі өміріне қамтитын, соның ішіндегі әр саладағы әрбір қиын жағдай пайда болған кездегі мемлекет атқаратын көмектердің тізбегі анық айқын болу керек деген мәселені қойған болатын. Жалпы енді әлемге қарайтын болсақ, әлеуметтік кодекс көп елде жоқ. Ол біздің ТМД аймағында тұңғыш еліміз осындай құжат дайындап жатқан, бұл енді ерекшелігі. Яғни жаңағы 17-18 заңның бәрі осы құжаттың ішіне бірігеді, ол бір жүйеге түседі, сол арқылы қоғамға қызмет етеді деп күтіп отырмыз. Президенттің тапсырмасы бұл құжат барынша талқыдан өтіп, кем дегенде көптеген талқыдан кейін осылай жақсы бір дәрежеде қабылданатын болса, болашақтағы жаңа әлеуметтік конституцияға айналатын, қоғам мен мемлекеттің арасын жақындастырып, бітістіретін үлкен осындай бір құжат болу керек деген тапсырмасы бар. Ал сіз айтып отырған жақсы құжатқа айналған жағдайда мұның жалпы әлеуметтің өзіне қандай пайдасы бар? Енді ең басты мәселе бұл ішіндегі көмектің барлығы проактивті дейміз ғой, яғни белсенді болу керек. Қазір үкіметтің енді 2 жыл бойы айналысқан шаруасы осыған дейін, мысалы үшін еңбек министрлігінде цифрлық сандық 44-45 бөлек бағдарлама болды. Яғни директор қоры. Мысалы үшін біз білмейтінбіз. Қазақстанда мысалы үшін әлеуметтік көмек алушылар кім, қанша көп балалы ана бар, басқа бар деген сияқты ақпаратты білмейтінбіз. Және әр сатыдағы биліктің республика, облыс, қала, аудан, ауыл деген дәрежедегі сандары бір-бірімен бітіспейтін, келіспейтін. Қазір енді бұл жұмыс аяқталып қалды. Жан-жақта қазір пробациядан өтіп жатыр. Бірақ осының негізінде әр отбасының жекелеген азаматтың цифрлық паспорты деген дүние пайда болады. Яғни, мысалы үшін, сіз дүниеге келдіңіз бе, бірден сіздің деректеріңіз сол жерге жинала бастайды. Екі ер жігітпен қыз бала бірігіп отау құрды, содан бастап оның әлеуметтік паспорты жұмыс істей бастайды. Оның ішінде, мысалы үшін, қандай жағдайда жұмыс істеп жатыр ма, жоқ па, бала дүниеге келді, оның денсаулығы қандай, қай дәрежеде болу керек. Егер мысалы үшін Құдай сақтасын, енді белгілі бір денсаулығында бір ақау болатын болса, оған қандай көмек көрсетіледі, ол қай жерге бару керек. 3 жасқа келді ме, автомат түрде әкімдіктердің ішіндегі жаңағы кезектерге тұру керек, балабақшаға, басқасына деген. 7 жасқа келді ме, бірден мектептің кезегіне тұру керек. Яғни азаматтар сарпылып, уақытын жоғалтып, әрбір мекемені аралап жүрмеу керек. Сол цифрлық паспорт арқылы, яғни ұялы телефондағы қосымша арқылы өзіне қажетті ақпараттар түсіп тұру керек. Сіздің балаңыз, мысалы үшін, 2 айдан кейін екпе алу керек, немесе жаңағыдай тексеруден өту керек, профилактикасын жасау керек. Мынадай мектептер бар, соның біреуін таңдаңыздар деген сияқты кете береді. Әрі қарай, мысалы үшін, дамитын болса, денсаулығына қатысты басқа мәселелер болатын болса, онда қандай көмектер бар? Мінекей соның бәрін айқындау. Ертең жұмысқа тұрады, оқуға барады, оның ішінде де, мысалы үшін, көп балалы отбасы болатын болса, оған көрсетілетін көмектер бар. Мысалы үшін, онда жазу керек. Сіздің балаңыз мектепте тегін түскі тамақты, ыстық тамақты ішу керек. Ондай мүмкіндік бар. Немесе мынадай оқулықтар алу керек деген сияқты
адам енді о дүниеде үлкен қартайып пенсияға шыққанға дейінгі бүкіл мәселесі осы саясат арқылы қамтамасыз етілу керек. Осының бәрі автоматты түрде болу керек. Дұрыс қой? Иә, жария, ашық, анық болу керек. Яғни қазірдің өзінде мысалы үшін жаңа 17 заңды қарап шығудың өзі қиын. Жұрттар мысалы үшін енді өзімізді аймақтарға барған кезде сұрақтар қойып атамыз келген азаматтарға. Сізге мынадай көмек болуы мүмкін. Сізге мынадай көмек түрі көрсетілуі тиіс, сол туралы ақпаратыңыз бар ма десе, көптеген жағдайда азаматтар білмей жатады. Бізден естіп кәдімгідей жаңалық болып жатады да. Ал шын мәнінде бұның барлығы да автоматты түрде әрбір азаматқа келетін дүние болу керек. Яғни, егер сенің қол аяғың сау, 12 мүшең сау болатын болса, сен еңбектенетін, басқа мүмкіндіктер жасайтын дүниелер бар. Ал жаңағыдай бір өмірлік бір қиын жағдайлар, ауру, басқа мүгедектік, басқа дейтін болатын болса, онда жаңа көмектердің өзі адамға цифрлық әлеуметтік паспорт арқылы келіп отыру керек. Жақсы, сіз айтып отырған дүниелердің бәрі мінсіз орындалатын болса, расымен де керемет бастама екен. Енді мінсіз ештеңе болмайды ғой. Иә, осы тұста сіздің әріптесіңізден сұрағым келеді Жұлдыз ханымнан. Жалпы алдағы мақсат міндеттерді көрдіңіз ғой, Жұлдыз ханым. Енді осының бәрін тиянақты, мінсіз орындауға қазіргі таңда дайынбыз ба? Қаншалықты дайындалып келдік бұл мәселеге? Негізі енді қаңтар оқиғасынан бері қарай жалпы мемлекет басшысы әлеуметтік қордаланған жүйелі шешілмеген мәселелерді шешуді тапсырды. Осыған сәйкес әлеуметтік кодекстің біз енді бірнеше нұсқасы келіп талқыланды, бірақ әлі де мәжіліске кірген жоқ, біз өзіміз күтіп отырмыз. Сондықтан да талқыланған нұсқаларын қарайтын болсақ, онда біраз өзгерістер болғандығын атап өткім келеді. Бірақ бүгінгі таңда біз депутаттық корпус, оның ішінде әлеуметтік мәдени даму комитетінің депутаттары ұсыныс енгізгеніміз мына категорияларды жалпы кеңейту. Қазіргі таңда әлеуметтік көмекке мұқтаж осал топтардан, енді көп балалы аналардың мәртебелері заңмен қорғалып, оларға нақты атаулы әлеуметтік көмек жәрдемақылардың беру мәселесі заңмен айқындалып отыр. Бірақ дәл сол секілді жалғыз басты аналар, одан кейін барып асыраушысынан айырылған азаматтар, одан кейін үлкен бір топ қалыптасып қалды. Бұл мүгедектігі бар балалардың ата-аналары. Я, жаңа Айдос Амроллаұлы дұрыс айтып өтті, бізде медициналық көмек қалай болады, тіпті психологиялық көмек деп айтатын болсақ та, оның бәрі әртүрлі заңдардың аясында болғандықтан, оны қараудың өзі де күрделі, былай жинақталмағандықтан. Содан кейін өмір өзгеріп жатыр ғой. Атаулы әлеуметтік көмекті тағайындаған кез болсын, немесе әлеуметтік жәрдемақылар тағайындаған сонау кезеңмен бүгінгі таңдағы жалпы өмірдің аяқ алысы өзгергендіктен, мына әлеуметтік кодекстің негізгі бүгінгі мазмұнында өзгергендігін атап өту қажет. Біздің тараптан бірнеше сұрақтар қойылды. Енді біз бұған дейін жаңа категорияларды үзілді кесілді басында бізге айтқан жалғыз басты аналар деген категорияны біз қабылдамаймыз, өйткені ол біздің ұлттық құндылықтарымызға кереғар деп жауап келген болатын. Бірақ министр Дүйсенова Тамара Босымбекқызы үкімет сағат өткен кезде жарайды, әлеуметтік осал топтардың санаттарының категориясын сіздермен бірге мәжілісте талқылап, оны қарастыруға дайынбыз деді. Сондықтан да бұл да үлкен қуанарлық жағдай. Себебі, шын айту керек, жалпы еңбекке мүдделі, қолынан іс келетін, кәдімгі бүкіл дене мүшелері сау азаматтарды еңбекке бағыттау керек, еңбек нарығын дамыту керек, соған сәйкес айлық жалақыларын қамтау керек. Бірақ әлеуметтік осал топ саналатын, мысалы мүгедектігі бар, бірінші, екінші, үшінші топтағы мүгедектер, үшінші топтағын да қосу керек деген ойдамыз. Осындай категорияларды нақты қарастырып, және оларға берілетін мемлекеттік көмектің көлемі, ол медициналық болсын, ол білім жағдайында болсын, ол еңбек нарығында болсын, сүйемелдеу мәселесіне келген кезде автоматтандырылған, ашық, қолжетімді үлкен жүйе қажет. Бұл цифрлық отбасылардың цифрлық картасы арқылы шешілетіндігінде бізге айтып жатыр. Бұл тұрғыдан енді бұл цифрлық картада мысалы ауылдағы азаматтар қамтылмай қалмай ма деген күдікті ойлар депутаттар тарапынан сауал ретінде де жолданып жатыр. Ол да айтылып жатыр, оны да қарастырамыз деді. Үлкен мәселе бұл қиын жағдайға тап болған отбасылар. Олардың мәртебесі қалай қорғалады. Сосын
Қазіргі таңдағы енді біз халықпен кездесіп жүрміз, халықтың бел ортасындағы көтерілетін сұрақ бұл әлеуметтік баспаналар. Мына жеңілдетілген кредит арқылы берілетін әлеуметтік баспана мәселесі, тұрғын үй мәселесін шешу, бұл да кезек күттірмейтін мәселе. Бұны мысалы қазіргі таңда инфрақұрылым индустрия министрлігі қарастырады. Бірақ дегенмен біз еңбек және әлеуметтік қолдау министрлігі де бұған атсалысу қажет деген ойдамыз. Жақсы, жаңа сіз атап өткен аналарға қатысты, жалғызбасты аналарға қатысты әлеуметтік кодекс келешекте қабылданған жағдайда оларға көрсетілетін көмек өзгере ме? Егер қабылданған жағдайда біз қазіргі таңда оның жалпы заң арқылы категориясын, яғни біздің қоғамда жалғызбасты аналар бар және олар заңмен қорғалады деген ұғымды енгізуді өзімізге міндет санап отырмыз. Бұл не береді? Біріншіден, психологиялық қызметтердің көлемін көбейту. Яғни, біріншіден, баланың егер баласымен бірге болатын болса, онда баланың жас ерекшеліктеріне байланысты, баланың тәрбиесіне байланысты, баланың біліміне байланысты, оның бос уақытын тиімді өткізуге байланысты қандай да бір сүйемелдейтін психологиялық қызметтің түрлерін дамыту. Екінші, жалпы медициналық көмек сақтандыру арқылы, немесе тегін медициналық көмекке қалай жүгінуге болады. Соның барлығы кәдімгідей анық оған смартфонына келіп тұратындай қолжетімді ақпарат деңгейінде болса. Үшінші, енді жалғызбасты аналардың бізден сұрайтындығы көпшілігінің негізі, біз қазір кәсіби құзыреттілік туралы заң жобасын қарастырып жатырмыз ғой. Соның аясында жұмыссыз қалған жалғызбасты аналар, олар өзінің сертификат алу арқылы, жаңадан біліктілікті алу арқылы жұмыс табу, яғни қай жерде қандай жұмыс орындары бар, қай жерде біліктілігін арттыру курстары бар, соған байланысты жұмыстың жаңағы нарығында өздерінің кәсіби бәсекелестігін енді дамытып отыруға мүмкіндікті сұрап отыр. Біз соны қазір кәсіби құзыреттілігі заң жобасының аясында қарастырып жатырмыз ғой. Бірақ әлеуметтік кодекс аясында жалпы бұны бір үлкен кешенді түрде, тек қана жәрдемақы емес, яғни олардың бар екендігін мойындау және оларға әлеуметтік тұрғыдан мемлекеттік берілетін барлық қолдауды жүйелі негізде бір құжатта көрсету, олардың медициналық көмегі, тұрғын жайы, жалпы сапалы тамақтануына қатысты қандай да бір мемлекеттік тараптан болатын қолдаудың барлығын жүйелендіріп, ақпараттандырып, оларға жеткізіп түсіндіріп отыру. Рахмет, Жұлдыз ханым. Айдос мырза, отбасының цифрлық картасы мемлекеттік органдардың қазіргі ақпараттық жүйелері негізінде жалпы қалыптасады. Мұны бүгін министр де айтты. Осы ақпараттық жүйелердің өзінде қазіргі таңда әрбір отбасы туралы толық ақпарат жинастырылған ба? Сол мәселе, осы 2 жыл болды парламентке келгелі көтеріп жүрген бір үлкен мәселенің бірі, осы ақпараттық базалардың бір-бірімен ұстасып жатуы, бір-біріне жалғасып жатуы деген мәселе. Мінекей, кезінде өзіміз осыдан 2 жыл бұрын қараған кездегі жағдай, мысалы үшін сол еңбек министрлігінде 43 база, мысалы үшін денсаулық сақтау министрлігінде 42 база деген сияқты болатын. Қазір соның бәрі бірізге келіп жатыр. Яғни бәрі бір-біріне астасып, бір-бірінің ішіндегі дерегі сәйкес болып жатыр деген мәселе бар. Әрине мәселелер жоқ емес, бар, бірақ енді негізгі үрдіс дұрыс. Осының барлығы бір жерде жиналу керек. Әрбір адамның қалдыратын цифрлық іздері айналып келген кезде осы әлеуметтік басқа жұмысты жеңілдетуге, бір ізге қоюға, соған жұмыстану керек деген талап бар. Бұл бір мәселе. Екінші мәселе бар. Біз енді өзімізді айқын көріп отырмыз ғой. Қазақстанда, мысалы үшін, енді саяси жағын айтпағанда, әлеуметтік тұрғыда да жаңа топтар пайда болып жатыр. Және әртүрлі олардың шамасы да, деңгейі де. Мысалы үшін, диабетиктердің ұйымы бар. Қазақстанда. Олар, мысалы үшін, көп жылдардан бері жұмыс істейді, өздерінің қажеттіліктерін жақсы білет түсінеді. Мысалы үшін, бізде осыншама диабетик бар, оларға осыншама инсулин керек, осындай көмек керек, басқа дегендей. Ал есесіне жаңадан құрылып жатқан топтар, жаңа ғана өзінің ерекше қажеттіліктерін түсінген, өзінің бағыт-бағдарын түсінген, осындай проблеманың бар екенін түсінген топтар бар. Көпбалалы ана, жалғызбасты ана, ерекше бір қажеттіліктері бар баланы тәрбиелеп отқан ана, басқа деген сияқты. Әлеуметтік қызметкер дедік.
Мысалы үшін үйдегі мүгедек әкесіне немесе баласына қызмет етіп жүрген ананың өзі кәдімгідей мемлекеттен ақша алып әлеуметтік еңбеккер атануға мүмкіндік алады. Осындай сияқты дүниелерді менің ойымша біз енді қазір министрлікке қойып жатқан талабымыз, сіз бұл проблемалардың барлығымен парламентке келмеңіз. Сіздер осы топтардың барлығының бірігуіне, олардың бүкіл жаңағы топтасып, үлкен жаңағы мемлекеттік емес ұйым құрып, соның аясында өздерінің талап тілектерін айқындай алатын жағдайға жеткізіңіз деп отырмыз. Яғни әрбір мысалы үшін ертең парламентке келгенде бар мәселе даулы болады. Зейнет жасы бар, зейнетақының жаңағы размері бар, басқасы бар дегендей. Балаға төленетін ақша бар, жүргек пұл бар, басқасы бар. Осының барлығы да дау туғызады. Ал бізге керегі бұл халықты ірітетін емес, халықтың арасына от тастайтын емес, халықты біріктіретін, халықтың енді мемлекеттің арасындағы көпір болатын үлкен құжат керек бізге. Айтып отқанымыз да осы. Яғни әрбір топпен жұмыс істеу керек. Әрбір топтың қажеттіліктерін түсіну керек. Әрбір осындай топтардың үлкені бар, кішісі бар. Бір ғана мысалы үшін Қазақстанда мүгедектердің санының өзі қаншама? Оларға 1 миллиард доллардан астам ақша төленеді қазірдің өзінде. Осы көмектің дұрыс жетуі. Жалпы осы әлеуметтік көмектердің, қызметтердің шын мәнінде бір адами адамгершілік бір кейіпке, бағытқа салыну. Яғни формализм болмау керек. Қарапайым мысал. Сенің мысалы үшін бір аяғың қолың жоқ дейді. Сені алады да жыл сайын дәрігерге жібереді. Барып дәлелдеп келсең, мүгедек екеніңді деген сияқты әңгімелер айтылып жатады аймақтарда. Бұл менің ойымша, егер сенің енді адам шегіртке емес, кесіртке емес қой. Аяғы бір жылда өсе салатын. Сол сияқты мемлекеттік қызметтің қадірін түсінетін фактылар көп. Менің ойымша, осы кодекс арқылы осының барлығын бір бағытқа салуымыз қажет. Рахмет, Айдос мырза. Бізбен байланысқа экономист Ләззат Жанмолдаева ханым шықты. Сізге сұрақ, жалпы әлеуметтік кодекстің экономикалық тиімді тұсы қандай? Жалпы әлеуметтің өзіне тигізер қандай пайдасы болуы мүмкін? Алдағы уақытта талқылау кезінде осы құжатта қандай мәселелер ескерілсе екен деген өз тарапыңыздан айтар ұсыныс пікіріңіз бар? Ләззат ханым. Рахмет сұрағыңызға. Бұл жерде күні бойы жаңағы біздің қатысып отырған спикерлеріміздің толық жаңағы ұсыныстарына қосылам, және мен өз атымнан қоса кететінім, мысалға қазіргі таңда осы кейбір тіптім жастардың жасы 35 жасқа жаңағы созылғанына, уақытының ұзарғанына дейін білмейтін жағдайлар бар. Көптеген жаңағы жұмыс орындары, мысалы өткенде президентіміз өзінің жолдауында да айтты, мысалы $2,5 мың жұмысқа, соған ешкім жұмысқа бармады. Ал сол кезде мысалға ақпараттың жетіспеушілігі болды. Міне осындай әлеуметтік паспорт болғанда, ол жұмыссыз адам болатын болса, осы туралы хабарды, олар көпшілік қазір теледидар арналарын көрмейді, онымен хабарласпайды. Сондықтан оны жаңағы не қылу керек? Ондықтан соны осындай жаңағы хабар беріп, цифрлық осындай жүйеде ақпарат ала алатын болса, міне сол кезде осындай жаңағы мүмкіншіліктерді сол жаңағы цифрлық осындай ақпараттар арқылы жетіп отырса деймін. Және оның экономикалық тиімдігі әрине өте жоғары деп есептеймін. Өткен себебі бала жаңа дүниеге келгеннен бастап, оның жаңағы егілетін екпесіне дейін барлығы ақпараттар беріліп отыратын болса, Алла тағала, яғни біздің жаңағы халықтың несін, дауысын, үнін естіп, көптеген жаңағы жетістіктерге оңай жаңағы жетуге мүмкіншілік алды деп есептеймін. Рахмет сізге, Ләззат ханым. Сізге сұрақ қойсам деп едім, Жұлдыз ханым, естіп тұрсаңыз, бүгін министр атап өткендей, жалпы мүгедектігі бар адамдарға қызмет көрсету ісіне олардың отбасы мүшелерін барынша тарту мәселесін атап өтті бүгін министр. Бұл ретте дейді, жалпы отбасы мүшесі, жеке көмекшісі немесе әлеуметтік қызметкер ретінде рәсімделеді болашақта. Бұл жұмысқа байланысты еңбекақы төленеді екен, және әлеуметтік төлемдер, түрлі жаңағы зейнетақы төлемдері аударылып отырады дейді. Жалпы осындай өзгерісті күтіп отырған Қазақстанда отбасы көп пе? Бұл жалпы қаншалықты өзекті мәселе? Бұл өте өзекті мәселе, және бұл депутаттық корпустың көтерген сұрақтарының бірі, және оның жүйелі шешім табуының негізгі дәлелі. Өзіңіз білесіз, мемлекет басшысы бірден осы 2 жыл бұрын осы инклюзивті қоғам құрамыз, инклюзивті қоғамда
теңсіздікті жоямыз деп осындай тапсырмалар берілді. Бізде бірнеше заңдар да қабылданды. Ол инклюзивті білімге қатысты, сосын мүгедектігі бар азаматтардың өмір сапасын жақсарту туралы, қазір қиын жағдайға тап болған азаматтардың өмір сапасын жақсартуға қатысты да біз бір заң жобасына бастамашылдық көтергенбіз. Енді қазір қарастырып отырмыз, әлеуметтік кодекске оны енгіземіз бе, әлде бөлек кете ме. Бірақ ең негізгі мәселе бүгінгі таңда осы мүгедектігі бар азаматтарды қоғамнан оқшауламай, оларды қоғамның тең азаматы бар ретінде, мүмкіндігі шектеулі, бірақ соған қарамастан қоғамдағы барлық жақсылықты пайдалануына мүмкіндік беретіндей, білімде де теңдікті орнату және өмірде де барлық мәселені теңдікті орнатуды, инклюзивті қоғам құруды біз уже қолға алдық, соны жасақтап жатырмыз. Бүгінгі таңда Қазақстанда 700 мыңнан астам мүгедектігі бар азаматтар ресми статистикада тіркелген. Олардың ішінде мен бүгін Қазпоштаның басшылығын шақырдым, өйткені өздеріңіз білесіздер, мемлекеттік әлеуметтік қызмет порталы арқылы протездер, коляскалерді алу жылында бұл да мемлекет тарапынан қамтылған, және осы коляска, протездерді жеткізуші бұл Қазпошта. Біз бұған дейін осы мүгедектігі бар, мүмкіндігі шектеулі азаматтардың қоғамдармен кездескен кезде, мысалы жылына бір рет беретін мемлекеттің коляскасын үйге жеткенше сынып жетеді, сосын Қазпошта тарапынан ешқандай жауапкершілік қарастырылмағандығы туралы бізге бірнеше шағымдар айтқан болатын. Біз бүгін Қазпоштаның басшылығын шақырып, жалпы уставының аясында қарастыруды және әлеуметтік кодекс арқылы осы жеткізушіге сапалы жеткізуіне дейін, егер жетпей қалған кезде, сынған кезде, Қазпошта өзінің қаражатынан осыны өтеуге байланысты норманы қарастырып жатырмыз. Соған байланысты енді қоғамда сен қозғалды бұл мәселеде. Бұрынғыдай балалар да оқшау оқымайды. Қазір инклюзивті білім заң жобасының аясында, мысалы, кәдімгі қалыпты жағдайдағы балалармен сыныпта мүмкіндігі шектеулі балаларды да қатар отырғызып оқыту. Сол арқылы қоғамдағы жалпы азаматтарға инклюзивті қоғам құрудың мәселесі қарастырылған болады. Енді сіздің жаңағы әлеуметтік қызметкер ретінде тануға қатысты, көмекшісі ретінде тануға қатысты бұл өте қажетті дүние. Бұны мүгедектігі бар азаматтардың өздері де көтерген. Өзіңіз білесіз, бұған дейін жалпы көмекші тағайындалған болатын. Бірақ көмекші ол келеді, 8 сағаттық кетеді, оның өзінің бір қиындықтары болды. Ал мысалы туысқан азаматы 24/7 жаңағы кісінің қасында болғандықтан, ол күнделікті сүйемелдеп жүргендіктен, осы азаматты кәдімгі көмекшісі, әлеуметтік көмекшісі ретінде тану, сонымен қатар оған кәдімгідей қаржы бөлу мәселесі заңмен бекітілетіндігі әрине өте дұрыс деп ойлаймыз. Біздің тараптан қазір неге қарап жатырмыз? Онсыз да мысалы әке-шешесі бағып отыратын болса, бауырлары онсыз да қарайласып, ақшасыз қазір істеп отырған жұмысына болашақта мысалы ақша алатын болса, бұл жерде ақшалай бөлектен бөлек, бұл жерде ол кісілердің бірінші біліктілігін арттыруға қатысты. Өйткені өзіңіз білесіз, барлық инклюзивті қоғамдарда шетелде әлеуметтік қызметкер жүзеге асырылады. Жалпы әлеуметтік қолдау, әлеуметтік қорғау мәселесін жүзеге асыратын бұл әлеуметтік қызметкер. Өкінішке орай біздің мемлекетімізде бүгінге дейін әлеуметтік қызметкердің мәртебесі, оның біліктілігіне қатысты бірқатар сұрақтар бар. Оны да біз әлеуметтік кодекстің аясында шешуді жоспарлап отырмыз. Негізі жалпы, туысқандар бұған дейін көмектесіп келгені бар. Бірақ дегенмен ол жерде нақты біліктілік беріледі. Оның жаңағыдай ауруына байланысты, ем қабылдауына байланысты, бұның барлық қамқорлығына алынады, және бұл да шын айтқанда өте көмек. Енді сол кісілерге екінші біздің ұсынысымыз психологиялық көмектер көрсету. Өйткені сіз өзіңіз мысалы мүгедектігі бар баланың анасына қарайтын болса, көбінесе салмақ анасына түседі. Енді бұны өзіміз өмірде көріп жүрміз ғой. Сондай азаматтарға, сондай аналарға жалпы психологиялық көмекті ұйымдастыру. Ол ана баланың өсіп келе жатқан жас ерекшелігіне байланысты қандай дәрі-дәрмек берілу керек, қандай қолдау болу керек, соның барлығын бір оқытатын, арнайы біліктілігін дамытатын орталықтар болу мәселесінің бәрі қарастырылып отыр. Енді үлкен мәселе бұл қазір әлеуметтік кодекста көрініс таппаған. Біз бәрібірде де бұл мәселені көтеретін боламыз. Осындай
мысалы мүгедектігі бар ананың жаңағыдай баланы қолдап жұмыс жасамаған кезеңіне зейнетақы тағайындау. Біз бұны 1,5 жылдан бері көтеріп келе жатырмыз. Алдында мүгедектігі бар азаматтардың өмір сапасын жақсарту туралы заң жобасында бұл норма үкімет тарапынан қолдау таппады. Бірақ осы жолы әлеуметтік кодекста бұл қолдау табады деген ойдамыз. Енді қазір осы жобаны, яғни мысалы баласы мүгедек болып жұмыс жасамай қалған, кейін зейнетақыға шықпай қалған азаматтарды бір қолдау ретінде сол кезеңді зейнетақы жасы деп тану арқылы әлеуметтік қолдаудың бір түріне қатысты бізде де депутаттық топ жұмыс жасап жатырмыз. Бұны да біз енгізуге енді атсалысатындығымызды атап өткім келеді. Бірақ енді бұл қаржысы, шығыны, қаражаты бар норма болғандықтан біз әрине бұны үкіметпен келісетін боламыз. Жақсы, өте жақсы бастама екен. Айдос мырза, әлеуметтік кодексте айтылған тағы бір мәселе платформалық жұмыс. Жалпы осы платформалық жұмысты заңнамалық тұрғыдан бекіту жоспарланып отыр екен. Қазір білесіз, бізде Қазақстанда бұл жұмыстың түрі көп көбейіп жатыр. Қазір көпшілік, әсіресе жастар, мысалы, осы жұмыспен шұғылданады. Жалпы осы дүниені заңдастырған кезде нені ескеруіміз керек деп ойлайсыз? Өзіңіз айтқандай, Қазақстанда естеріңізде болса, кезінде ең ірі кәсіпорын Қазақстан темір жолы болатын. 200 мың ба 300 мың адам жұмыс істейтін. Қазір кейбір платформаларда, мысалы үшін Яндекс бар, басқа бар, пицца таситын, тамақ таситын нелер бар, платформалар. 500 мыңда, 600 мыңда адам отырған жағдайы бар. Бірақ көбісі әрине олар енді жастар болғандықтан көп жағдайда зейнет мәселесін қарамайды. Ертең қандай ақша түсіп жатыр, қандай мәселе болады деп қарамайды. Сондықтан ертең олар зейнетке шыққан кезде оларда проблема болмау үшін қазір сол платформалармен арнайы келіссөздер жүріп жатыр. Оларға мысалы үшін жаңағы жасалатын публичный контракт дейді. Яғни сайтқа кіріп тіркелгенде белгілі бір міндеттемелерді екі жақта өзіне алады ғой. Соны ресми контракт деп тану. Сол арқылы мысалы үшін оларға түсетін қаражаттың белгілі бір бөлігі зейнет қорына, басқасына ауысатын мүмкіндіктер қарастырылып жатыр. Айтып отырмын ғой, тағы да айтатын мәселе, бізде тек қана әлеумет саласында, саясат саласында жаңа топтар пайда болып жатқан жоқ. Экономикада да солай. Олардың шын мәнінде біздің экономиканың бір бөлігіне айналу керек. Олар салық төлеу керек. Олар зейнет мәселесін шешу керек деген сияқты мәселелер қазір қолға алып жатыр. Ол айналып келген кезде біздің бюджеттің мәселесі, болашақ отбасылардың, зейнетке шығатын азаматтардың болашағының әңгімесі ғой, яғни бақуаттылығының мәселесі. Сондықтан жаңағыдай тірліктердің бәрін жасау қажет. Заман өзгеріп жатыр, цифрлық платформалар келіп жатыр, еңбектің болмысы өзгеріп жатыр. Бұрын жұмыс дегеніміз ол сағат 9-дан 6-ға дейін баратын мекеме болатын. Қазір көптеген аутсорсинг дейді, басқа дейді, тіпті еш мекемеге бармай, кофеханада отырып, сол жерде шай ішіп отырып жұмыс істейтін азаматтардың да саны артып отыр. Яғни осы мәселелерге қазір мән бермесек, келешекте бұл үлкен мәселеге айналуы мүмкін ғой. Сол азаматтар үшін проблемаға айналу керек. Яғни бұл жерде екі бағыты бар. Біріншіден жаңағы келіссөздер жүргізу, соның бәрін заңдастыру, заңның ішінде бәрін қарастыру. Ал екіншісі, бұл тек қана заңды қабылдап қою емес қой. Ең қиын жұмыс осының барлығын жұртқа түсіндіру, ұғынықты қылып түсіндіру, жалпақ тілмен айту, көптеген ағарту жұмыстарын жасау, ролик түсіру, басқа деген сияқты қыруар жұмыс күтіп отыр. Заңды қабылдау ол бір бөлек, ал айтып отырмыз ғой, Қазақстанның әлеуметтік конституциясы дедік, келісім шарты дедік. Олай болатын болса, үкіметтің істейтін жұмысы қыруар. Жерде енді барлығымыз, әкімдіктер, барлығымыз үлкен қол қосып, бірігіп, қоғаммен бірге қоян қолтық жұмыс істеуіміз қажет. Жаңа азаматтарға, бүгінгі балаларға қазірден бастап түсіндіру керек. Зейнет деген ол ертең ғана келе салатын дүние, қазірден бастап қамдан, еңбек берушіңнен талап ет. Осындай зейнетақы қорына ақша түссін деген. Байқасаңыз, қазір осы соңғы жылдарға салыстырғанда зейнетақы қорындағы салымшылардың саны еселеп артып келе жатыр. Бұл яғни сұр және көлеңкелі экономиканың азайғанының кепілі ғой. Осыны айналып келген кезде бұл салығымыздың мәселесі, азаматтардың үкіметке көрінуі, көрінікті біздің салық органдары бар, басқасы бар, осының барлығына ұғынықты түсінікті болуы. Мысалы үшін егер сол азаматтар цифрлық іздерін қалдыратын болса, олардың есепке алуы да оңай. Мысалы үшін ертең баласы туып жатыр, жұмыссыз ба, жұмыс қамтылған ба, осының барлығы да айналып келген кезде бізге бағытталған шаруалар ғой. Естеріңізге сала кетейін, 2025 жылдан бастап, 1 қаңтарынан
Қазақстанда жалпы ұлттық декларация тапсыру деген науқан басталады. Әрбір азамат өзінің тапқан ақшасында, шашқан ақшасында декларацияға мәжбүр болады. Яғни сұры экономикамен, коррупциямен күрес дегеніміз осы. Біз осыған қазірден бастап еңбектенуіміз керек, осының барлығын жұртқа түсіндіруіміз керек деген сияқты үлкен қыруар жұмыстар тағы да айтамын, қайталап айтамын, күтіп отыр. Рахмет Айдос мырза. Бүгін үкімет әлеуметтік кодекстің жобасы мақұлдады. Бұл жоба енді сіздерге барады болашақта. Демек, әлде бұл құжат жайында сіздермен үлкен осы күн тәртібі бағдарламасының алаңында әлде біз бұл мәселені талқылайтын боламыз деп өз басым ойлаймын. Алдағы жұмыстарыңызға табыс тілеймін. Уақыт бөліп сұхбат бергендеріңізге алғыс айтамын. Сонымен бүгінгі күн тәртібі бағдарламасы тәмам. Сау болыңыздар.